жақсы өмір сүру үшін әрбір қазақстандық күресті өзінен бастауы қажет. Билік деген ол тек қана бір халықтың көзіндегі бір түйткіл, бір шешілмейтін мәселе емес. Халық жұмыла көтер, барлық мәселесін толыққанды өздері көтеретін болса, бұл мәселені оңай шешуге болады. Біз халықтың жағдайын міндетті түрде ойлауымыз қажет. 16 миллион ғана халқы бар. Қашаған сияқты міне кеше ашылып жатқан жер қойнауындағы байлықтары бар Қазақстанда кедей өмір сүру деген бұл нонсенс. Әрбір қазақстандық бай, патша ұқсап өмір сүруге жағдайы жетеді. Жаңа көріп жатсыздар, үйсіз, жерсіз жүрген азаматтардың саны қаншама. Қазақстанның кең байтақ жерінде 10 соттық жер әрбір азаматқа табылмауы деген бұл бір ойға сыймайтын нәрселер. Менің ойымша бұл мәселені шешуде билік халықпен тікелей қарым-қатынасқа түсу қажет. Билік өздерінің бір тыңдауларын өткізіп, өздерінің қол астындағы шапалақтап отыратын азаматтарды жинай бергеннен пайда жоқ. Билік әрқашанда осындай азуы бар, айта білетін, қорықпайтын азаматтарды жинау қажет. Сол себептен осы мәселелерді біз шешуде ең бастысы жұмыла көтер, билікке өзіміздің пікірімізді толыққан айтуымыз керек. Биліктің есінде болсын. Ол халықты қанаушы аппарат емес. Билік ол халықтың құлы. Құл ретінде өзінің патшаларына жұмыс істесін.